Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен үй жағдайында дәмді котлеттер жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен котлетіміздің осылай фаршын, яғни тартылған етін дайындап қоямыз. Одан кейін бөлек ыдысқа осылай батон нандарының шет жақтарын алып, оның үстіне нанымыз батқанша су құямыз. Нанымыз суды өзіне толықтай сіңіріп алғанша қойып қоямыз. Енді пиязымызды осындай бөліктерге бөліп аламыз, яғни өзімізге ыңғайлы етіп, содан соң блендерден өткіземіз. Пиязымызды дайындап алдық, енді оны дайындап қойған тартылған еттің үстіне қосамыз. Енді оның үстінен тұз саламыз және де бағана дайындап қойған нанымызды үстіне қосамыз. Дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш және де өз қалауларыңызша әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Және де барлық қоспаларымызды жақсылап араластырамыз. Ең алдымен қасықтың көмегімен, содан соң барлық жері жақсы араласу үшін перчатканың көмегімен араластырдым. Және де ең соңында біздің котлеттеріміз бөлініп кетпес үшін дайын болған салмамызды ұрып аламыз. Енді өзімізге ыңғайлы пішінде котлеттер дайындайтын боламыз. Алдымен осылай ұнға аунатып алып, содан соң қоямыз. Қалған котлеттерімізді де дәл осылай жасап аламыз. Біздің отбасымыз үлкен отбасы болғандықтан, менде 1 килограмм фарш кетті. Сіздер 2-ге бөліп жасасаңыздар болады. Барлығының құрамын міндетті түрде описанияға жазып қалдыратын боламын. Және де сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, қарапайым жолмен жасалады. Қалған котлеттерімді осындай дөңгелек пішінде жасадым. Енді қызып тұрған табамызға біздің котлеттерімізді салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Оттың астын өте қатты емес, орташа етіп қойып пісіруіміз қажет. Шамамен 4-5 минут өткеннен кейін котлеттерімізді аударамыз, осылай қызарып пісіп шығады. Қалған котлеттерімізді де дәл осылай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Енді котлетімізге подлив жасайтын боламыз. Ол үшін сәбізді және де пиязды осылай үкіштен өткізіп алып, қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз бұрыш қосатын боламыз. Қуырып болғаннан кейін оның үстіне су құямыз. Суды өте көп мөлшерде құюдың қажеті жоқ. Қайнап тұрған суымыздың үстіне котлеттерімізді салып, 20 минут бұқтырамыз. Осымен біздің өте дәмді котлеттеріміз дайын болды. Мен осылай пюремен ұсындым. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.